кейбір радикалды ағым өкілдері өзіңіз білесіз, қазақпен бірге жасасып келе жатқан қара домбырасын харам деп қаралаған болатын белгілі бір уақыттарда. Одан кейін де бір мәселелер әлеуметтік желіде шығып жатты. Осы біздің ұлттық аспабымызды ұшаққа алып кіруге болмайды деген секілді. Осы біздің теперіш көрген ұлттық аспабымызды, домбырамызды қазіргі уақытта өз деңгейінде бағаланып жүр деп ойлайсыз ба негізі? Қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұрын нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қадыр атамыз бекерге айтқан жоқ деп ойлаймын. Себебі қазақтың жанын, қазақтың болмысын сол қадыр атамыздай ашып айтқан адам кемде кем шығар. Біз енді жаңа қазақтық жылқы мінезді қазақ дейміз, қасқыр мінезді қазақ дейміз. Қазақты осал нәрсеге теңемеген ғой біздің ата бабаларымыз. Енді қазақты домбыраға теңеуінің өзі бұл біздің ұлттық болмысымызды көрсетеді. Ұшақта домбыраны кіргізбеу деген нәрселердің көбінесе өзіміз куәгер болғанбыз. Себебі үлкен айтыстарға, сапарларға, гастроль концерттерге барған кезде ішіміз қынжылып қалып жатқан кездер болған. Енді жаңа конституция шықты кеше, өзіңіз білесіз. Сол конституцияның 23 бабының 1-2 тармағында шығармашылық еркіндік және осы зияткерлік құндылықтарды қорғау, тарихи мәдени мұраны сақтау деген сияқты тармақтары бар. Мен ойлаймын, енді осы заң күшіне еніп, алдағы уақытта осы нәрсенің барлығы өзінің шешімін тиісті жаңағы жолын табады деп. Себебі бұл ұлттық мәдени мұраны сақтау деп отырғанымыз, осы біздің ұлттық құндылығымыз домбыра болатын болса, соны сақтау. Ал енді жаңа домбыраны харам дейді, біреу домбыраны шабам дейді, оның барлығы бос сөз деп есептеймін. Себебі бұл домбыра қай кезде де қазақтың өзі зерттемей кеткен нәрсесі аз ғой. Бұл бізге бір зиянды аспап болатын болса, бұл бізге кесірі тиетін, бұл бізді теріс бағытқа тәрбиелейтін нәрсе болатын болса, бұны ата-бабаларымыз қолданбас еді. Бұл жалпы түркі мәдениетіне ортақ мұра. Қай кезде де осыны біз насихаттап, төрімізден түсірмей. Қазір енді мен өз айтыс ақын ретінде айтар едім, домбыраны ақындардың арасында кеңінен насихаттап жатырмыз. Себебі оқушылардың арасында қазір қола домбыра дейтін айтыс жүріп жатыр. Одан кейін жастардың арасында 30 жасқа дейін күміс домбыра дейтін республикалық айтыс жылда Шымкентте өтіп жатыр. Енді үлкендердің арасында, кәсіби ақындардың арасында, үлкен айтыскерлердің ішінде алтын домбыра айтысы жүріп жатыр. Бұл дегеніміз ол домбыраға жасалып жатқан үлкен қолдау, үлкен құрмет. Бұны біздің мемлекетіміз, мемлекет басшысы да қолдап жатыр. Енді жаңа мемлекет басшысы деп айтып жатырмыз. Кеше өздеріңіз білесіздер, осы 2026 жылдың 21 мамыр күні мәдениет және өнер қызметкерлері болды. Сол кезде Тоқаевтың шешімімен асыл мұра сыйлығы тағайындалды. Өнер мен мәдениет қызметкерлері, оның ішінде осы дәстүрлі орындаушыларға, яғни дәстүрлі өнер өкілдеріне жыл сайын енді асыл мұра дейтін сыйлық тағайындалады. Бұл дегеніміз осы ұлттық өнерді дәріптеп жүрген, дәстүрлі өнерді дәріптеп, домбыраны төрге оздырып, насихаттап жүрген адамдарға үлкен қолдау, мемлекеттің қолдауы, мемлекет басшысының қолдауы деп есептейміз.